Уәлиханов ауданының өнер мектебі осыдан 10 жыл бұрын Кішкенекөл орта мектебінің ғимараты негізінде құрылған болатын. Қазір мұнда 200-ден артық балдырған қосымша білім алады. Өнердің сан-қырына үйрететін 9 білікті ұстаз бар. Қосымша білім беру мектебінде домбыра, фортепиано, хореография, вокал, баян, сурет сыныптары мен қазақ халық аспаптар оркестрі нәтижелі жұмыс жасап келеді. Тәлімгерлер аудандық маңызы бар шараларда өздерінің өнерлерін ортаға салады дейді өнер мектебінің директоры. Данагүл Шакинованың сөзінше, өнер мектебі аудан жастарының жан-жақты дамуында маңызды рөл атқарады. 10 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жеттік, облыстық, республикалық байқауларға қатысып, лауреат болып атандық. Жетістіктеріміз мол. Алдағы уақытта одан да үлкен жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Бүгінгі таңда өнер мектебінің оқушылары да, ұстаздары да аудандық, облыстық, республикалық сайыстардың бірнеше дүркін жүлдегері. Әсіресе тәлімгерлер Каблучок, дебют, Сәлем Астана сынды байқаулардың жиі дипломанты атанып жүр. Қуанған Иманхан тәуелсіздік алған жылдары Монғолияның Баян өлкесінен ата-қонысына қайтып оралғандардың бірі. Сөзінше, жұмыс істеймін дегенге Қазақстанда екі қолға бір күрек табуға болады дейді. Монғолияда театрларда мұғалімдік істеп тұрдық. Театрлар басқарып жүрдік, ансамбль, би, ансамбльдарын басқарып жүрдік. Ал осы жерге келдік, мен 2006-ның апрель айында келгем. Келесі ертеңінде маған жұмыс, осы өнер мектебіне мұғалімдікқа жұмыс ұсынды. Өзі қазағымыздың ортасында өнерді балаларға үйретіп келе жатқаныма қуаныштымын мен осы жаққа келгеніме. Міне келгеннен бері қарай облыстық, республикалық сайыстарда көп қатыстық. Біздің балалар үнемі жүлделі орын алып келіп тұрады. Өнер мектебінің ұжымы алдағы уақыттарда да игі істерді жалғастырып, дарынды балалардың санын көбейтпек ниетте. Ол үшін ауданда барлық жағдайлар жасалған, білікті ұстаздар да жетерлік дейді.